Қайырлы күн. Подкаст, әңгімелесу, сұхбаттасу, мәмілеге келу. Басты мақсатымыз ой қозғау. Әлеуметтік желіде көтеріліп жүрген мәселелерге үн қату. Қоғамда сан сауал көп, сұрағын күтіп отырған жауаптар жетерлік. Ал біздің бағдарлама соның нүктесін қоюға мүмкіндік жасайды. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма басшысы Шортанбаева Гүлжамал Сейітбайқызы. Бұл кісі билік атынан сөйлейді, ал халық атынан өзіміздің қала тұрғыны, әлеуметтік желі белсендісі Әбдиев Мұхтар Дауылбайұлы. Қош келдіңіздер. Жалпы әңгімеміздің төркінін мына мәселеден бастасақ, бір ай көлемінде жалпы жолаушылар тасымалдайтын көліктерде, сауда орындарында банктік карталардан төлем жасаудан бас тартуда. Қолма-қол ақшаға көшіп жатыр. Бұл әу бастан неде басталды? Өйткені мысалы салық заңдылықтарында ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Бірақ дүрбелең болып жатыр. Бізде 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес мынау нелерде салық кодексінде мобильді ақша аударымдары деген пункт қосылды. Бүкіл мобильдік аударымдардың барлығы жаңағы банктен тексеріледі екен, салық органдарына беріледі екен, сол арқылы қосымша салық төлейді екен. Біз осындай көп алып қашпа әңгіме халық арасында көп туындады. Енді бұл ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бұл 2025 жылы жалпыға бірдей декларация басталатынын барлығыңызға да белгілі. Соған дейін қазір енді жалпыға бірдей декларацияны қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілер және олардың жұбайлары, мемлекеттік қызметшіге теңестірілген азаматтар, теңестірілгендер, олардың жұбайлары тапсырып жатыр. Енді олардың осы мобильдік аударымдар туралы ақпарат 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2023 жылдың 1 қаңтарына дейінгі ақпарат салық органдарына беріледі. Бірақ қалай беріледі ол? Енді мысал үшін айтып өту керек. Мысалға бүкіл сол мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары туралы біздер банктерге тек қана ЖСН, жеке сәйкестендіру номерін ұсынамыз. Банк сонан кейін оны алады да өздерінің тәуекелді басқару жүйелерінің арқылы көреді. Белгілі бір өлшем шарттары бар. Оның ішінде 3 ай мерзім ішінде 80 немесе 100 рет аударым әртүрлі адамдардан аударым түскен болса, сол адамды анықтап жеке сәйкестендіру номерін біздерге жолдайды. Сонан кейін ол жеке сәйкестендіру номерін алғаннан кейін біздер хабарлама жібереміз бірінші. Егер дәлелдей алса, ол түскен аударымның кәсіпкерлік мақсатта емес екендігін дәлелдей алса, онда ол түсініктеме ғана береді. Бұның барлығы жаппай тексеру жүргізіледі екен деген сөз емес. Енді өздеріңізге де белгілі, көптеген адамдар енді табыс табады, таппайды емес, бірақ сонысын жасырып, ешқандай салық төлемейді, жасырын түрде. Оның барлығында біз осы салық және кеден заңдылықтар дейміз ғой, соған енгізіліп жатқан өзгерістер, осының бәрін жеткізуге дайынбыз. Біз қазір әлеуметтік желілерімізде жұмыс жасайды, Фейсбукта да, Инстаграмда да, Ютубта да. Біз барлығында осы тек түсіндірмемен айналысып отырмыз. Әлеуметтік желіде сондай ақпаратты жазғанның бірі осы Мұхтар. Жалпы Мұхтар, сен қашан естідің дәл осы жағдайды, осындай халықтың арасында дүрбелең болып жатқанын? Мұндай жағдайға біз қашан тап болдық шамамен? Дүрбелең енді дүрбелең болды, бір апта, бір 10 шақты күнде халық түсінбей қалды, қолдарында қолма-қол ақша болмай қалды, ешкім аударым жүргізе алмай қалды. Бір-бірімізге шындап айтқанда, мен мысалы газель маршрутта отырсам, жолаушы айтады, сізде 100 теңгеңіз бар ба, мен сізге аударайын дейді. Енді ана көңіліне қарап жарайды деймін да, мен өзіме аударамда сол 100 теңгені береді, ол 100 теңгені барады да көлік жүргізушісіне береді, кассирге. Сондай жағдай болды. Естідім, ескі базар жақта да сөйтіп саудагерлер жалпы мобильді аударымдармен сауда жасау тоқтатып жатыр ертеңнен бастап.
тексереді Иә, екен біз деген. мысалы ет ала алмай қалдым. Мысалы Иә. қолма-қол ақша төле деді маған. Тексереді екен, қосымша Иә. салық салады екен. Осындай әңгімелер көп деп болды. айтты деп. Банкоматтардың алдында адам қырғын болып кетті. Сөйтті, иә. Иә. Шынында ақша шешіп. Сіз қашан естідіңіз енді осы Мен жағдай? оны әлеуметтік желіден енді уақытында барлығымыз да осы әлеуметтік желіге болғаннан кейін тіркелген жаңағы Инстаграм барлықтарында бар болғаннан кейін уақытында естиміз, бірақ өйтіп дүрлікпейді екен бір нәрсе болып не қылып жатса. Өйткені енді жалпы көпшілік сөйтіп жаңағы сауда жасайтындар болсын, маршруттар болсын сөйтіп не қылып жатса, жеке мен өз басым мен әрқашан нал артық ақша ұстаймын өзімде. 20 мың, 40 мыңдай өзімде бөлек үйде немесе машинеде ақша жатады. Әлде қалай күн болады. Өткенде осы бір нәрсе болды да, осы Қаңтар оқиғасы. қаңтардың кезінде біраз уақыт, бір апта, 2 аптада істемей қалдым. Жұрттар ойбай деп наличка ақша сұрап, ешнәрсем кеткен жоқ. Майдалап, үйімдерін пайдаланып жүрмін. Енді жаңағы жұмсайтынына қараймын. Мен ой бір күнде бір жаңағы 10 мың, 20 мың ақша шығатындай не емес, ондай шығыным жоқ. Коронавирустың кезінде қолға ақша ұстауға болмайды, ақша арқылы вирус шығады дегеннен кейін халық соған үйрене бастады. Онлайнға. Иә, онлайн, барлығы онлайн болып кетті. Жоқ, онлайн деген Соның ықпалы болды ма дейді. Негізі қазір үйреніп кетті да, енді қайтадан қолма-қолға үйреніп салмай қалдық. Ол онлайн былай жақсы ғой. Мысалға қазіргі біздердің енді онлайн деген немен біз бірден жаңағы біздің өзіміздің цифрлық өнімдерімізде айтып өткім келеді осындайда. Біздер қазір осы цифрлық өнімдерді біздің жаңағы комитет тарапынан, мемлекеттік кірістер комитет тарапынан біраз өнімдер шықты. Енді оның бірі мысалға үй-салық азамат. Үй-салық азаматта енді тіркелуші болып жаңағы тіркеліп жаңағы соны пайдаланса, жаңағы мобильдік қосымшаны көп жеңілдігі бар. Жаңа ғана осы сұхбаттың алдында ғана сіз айтып өттіңіз ғой, енді неге шықты қарыз анау мынау деген сияқты. Мысалы үй-салық азаматты сіз жаңа Play Market'тен App Store'мен сосын тағы не еді? Екі платформада. Солардан көшіріп алып өзіңізге соны орнатып қойсаңыз мобильдік қосымшаңызға, смартфоныңызға. Соны пайдалану арқылы сіз үйден шықпай-ақ мына очередке кезек алып қоя саласыз. Бізге келгіңіз келіп жаңағы кірістер органдарына барғыңыз келіп жатса, кезегіңізді брондап қоясыз. Немесе қандай объектіңіз бар сізге салық салу, не тіркеліп тұр атыңызда, соны көре аласыз. Қандай салық есептеліп тұр, оны да көресіз. Сосын сіз жаңағы бізде енді әртүрлі сыныптама, бюджеттік сыныптама дейміз ғой. Көлік салығынікі, мүлік салығынікі бөлек-бөлек сыныптама. Оның бәріне әуре болып атпайсыз. Салық әмияныңызға ақшаны саласыз. Жаңа банкілік счетыңыздан аударып жіберіп, салық әмиянына салып қойсаңыз, салық әмияны қай жерде сізде қарыз бар, соған тартып алады да, ешқандай проблема болмайды. Тағы бір жақын арада Telegram чатта да, мысалға кейбір осындай қолдана алмаса, Telegram чаттан да қолдансын деп салық бот деген шықты. Ол жерде салық ботқа тіркеледі, әрмен қарай ол жерден де осы информацияның бәрін алып алады. Неден қарыз болып тұр, не болып тұр, қалай есептелу керек, барлығы туралы. Сол оңайырақ сияқты, салық бот Телеграмда. Оны пайдаланасыз ба? Жоқ, мен пайдаланып бірінші естіп отырмын. Енді сол салық ботқа тіркелсеңіз, әрмен қарай көре бересіз ішінен. Мынандай түсінбеушілік болып жатыр да. Кеше біз әріптестерімізбен де шамалы дау болды. Брифингте мобильді аударымдар деді. Ал сізден сұрағанында сіздер айтты аударым есептелмейді, төлемдер ғана есепке алынады деді, бақылауға алынады деді. Енді орысша айтқанда переводтарды бақылауға алмаймыз, тек платеждан түскен ақшаны есепке аламыз дедіңіздер. Осыны ара жігін ашып беріңізші. Мысалға платеждан бәрібір де салық түседі дейді. Бәрібір де салық төлеп тұрмыз біз. Мысалға платеж арқылы біз газды да коммунальный жаңағы услугалардың барлығын төлейміз ғой. Сол кезде ақшаны өзіміз услуга ұстайды. Енді мен сөзіңізді бөліп жіберейін. Бұл жерде көпшілік түсінбейді. Ол өзінен шыққан ақшаны есепке алады дейді. Жоқ, түскен ақша. Мысалға жеке кәсіпкерлер төлем арқылы түсті ма? Ол табысында көрсетіп отыр. Төлем арқылы аудармаймыз оларға. Мысалға біз аударым арқылы түсіреміз. Аударым арқылы аударып жатсыздар. Енді соны біз қазір насихаттап жатырмыз. Сіздер төлем арқылы аударыңыздар. Қандай да бір қызмет алдыңыз ба, сіз тұтынушысыз. Аударым деме емес. Енді аударым дегенде не? Мысалға тіркелмей жүргендер көп қой бізде. Тіркелмей аударыммен жүргендер көп. Жаңа кеше ғана өзіңіз де куә болдыңыз.
ең аяғы біздің барған маршрут жүргізушілерінің өзі маршрутта жүрген, тіркелмеген. Сонда соларға да мысалға қанша күніге ол адам тасымалдаумен айналысып отыр. Адам тасымалдаумен айналысқаннан кейін оның күнделікті оған қанша аударым түсіп отыр да, жаңа мобильдік аударым. Неге ол мобильдік аударыммен жүр? Біз осындайлардың алдын алуға бағыттап жатырмыз. Алдын алып, мысалға ең жаңа кәсіпкерлік кодексінде көрсетілген ғой, 12 еселенген айлық жалақының төменгі мөлшерінен асып кетсе, ол міндетті түрде кәсіпкер болып тіркелуге жатады. Ол 12 еселенгеннен асып кетіп тұрғандар көп қой бізде. Мысалға алып қараңыз, қандай да бір компанияның затымен айналысып жүргендер бар. Тауарын сатып. Тауарын сатып, соның үстінен сыйақыдан табыс тауып жүргендер. Олардың да айналымы асып тұр ғой. Қазіргі мемлекеттік қызметшілер тапсырып жатыр ғой декларацияны. Сонда тапсырған уақытта біз қандай да бір үй алдық та, мысалға, үй сатып алдық дейік. Ол үй сатып алудың қаражаттың қайдан шыққанын біз көрсетуіміз керек. Ертең қарапайым халықта мысалға қаражат қайдан шықты? Зәулім коттедждер тұрғызды. Зәулім жаңағы кереметтей қымбат көлік бар. Қаражат қайдан шықты? Бұл осы жылдан бастап есепке сұралады ма? Жоқ, қарапайым енді жалпыға бірде Қазақстан Республикасының азаматтарына 2025 жылдан басталады бұл жалпыға бірдей декларациялау. Біздер жалпыға бірдей декларацияға жаңа мемлекеттік қызметшілер былтырдан бастап кеттік. Биыл өзіміздің сол табысымызды, немізді көрсетіп, биыл 270 нысан дейді, сондай нысан тапсырып жатырмыз. Енді құпия болмаса айтыңызшы, мысалы енді зәулім ғимараттар бар, көліктер бар, мемлекеттік қызметшілер ол табысты қайдан алып жатырмыз дейді екен. Енді бұл жерде бір енді құпия деп айтпайын, енді мысалға ол зәулім үй не дегенде мемлекеттік қызметшілер мысалға 2021 жылғы табыстары жөнінде тапсырып жатыр да, осы 2021 жыл ішінде салынған үйлер, сатып алынған көліктер болса, сонда алынған табыстың шығу көзін енді соны көрсету керек. Ол барлығында болады. Сондықтан осы бастан бастап біз үйренуіміз керек. Мәдениет, салық мәдениет деген бар ғой. Өркендеген елдің барлығында бар салық мәдениет деген. Сол салық мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Енді мен есімде енді журналистика саласында жүргенде, бұдан 10 шақты жыл бұрын ғой, таксишілерге салық төлеу туралы сол кезден басталды. Әлі сол бір жыр. Сосын тамадаларда салық төлесін дейді. Енді оларды қалай жүйеге келдіріп болады? Шынымен ғой, тамадалар ең көп, мысалы қазір тойлар 2 жыл карантин болды да, тойлар болмай жатыр. Енді кеше сұрасақ, бір тойды 200 мың теңге дейді. 200 мың бер жағы екен. Олар салық төлемей ме? Енді оны бір қызғанғанымыз емес, енді мәжбүр басқалар, мысалы қарапайым халық қарапайым мысалға сауда орындарында жұмыс жасап тұрғандар, олардың бәрі төлейді. Салықты сол, мысалы 500 мың бір тамада шықты дейік та тойға. Оның салық ретінде 50 мыңын омырып алып қалмай, 10% демей. Басқа шетелдерде мына кәсіпкерліктің бәрін тіркегісі келетін мемлекеттер омырып алатын 10% қоймайды. Көшедегі етікшіге 3%, 2% қояды да. Сол сияқты ол мейлі тамада 500 мың болсын, одан 50 мыңды алып қойған, оған іштей орысша айтқанда обидно оған, сондықтан бергісі келмейді. Сосын қанша жерден оны пікір айт, оны төлеткенді тіркеткіміз келеді деген әңгіме бәрібір оларға өтпейді. Бұл қате пікір сіздегі 10% деген. 10%, ол бізде жалпы ойлаймыз, бәрі 10% қиықталады екен. 10% деген қате пікір. Мысалға, бізде салық кодексінде қаралғанда арнаулы салық режимдер деген бар. Жалпыға бірдей тәртіп деген бар. Ол кәсіпкердің өз еркінде қай режимді таңдайды. Мысалға, сен мына режиммен жұмыс істе, мынаумен істе деп оны ешкімге айтпайды. Мысалға, арнаулы салық режимі дегенде не кіреді? Патент, оңайлатылған салық декларациясы дегендер. Мысалға, патентте жалпы табысынан 1%. 100 мың табыс таптың ба, шығынсыз. Мысалға, мен 5 теңгеге бір затты алып 10 теңгеге сатсам, сол 10 теңгеден 1%. Ал енді оңайлатылған декларацияда да 3%. Жалпы табысынан 3%.
Ал енді жалпыға бірдей жаңа 10%-ді қолданады деп отырғаныңыз, жалпыға бірдей тәртіппен жұмыс жасайтындар. Пенсионный фонд деген табысын жаңа өзінің кірісі, жалпы кірісі, табысы, соған кеткен шығыны, соны табысты алуға жұмсаған шығыны, соның екеуін алып тастаған уақытта салық салатын табыс қалады. Сол салық салатын табысынан 10%, ол жалпыға бірдей тәртіп. Бірақ бұл жерде ескеретін нәрсе. Обал емес па сол деймін? Ескеретін нәрсе, жалпы шығынын алып тастаған уақытта, бұл шығындардың барлығы кәдімгі құжатпенен реттелу керек. Құжаттары болу керек. Жоқ, енді ол басқа кәсіпкерден не артықшылығы бар? Былай қарағанда бір өлеңді айтып берді. Ал маңдай терін төгіп жүрген, мысалға 100 мың айлық алып жүрген, бізде де 10% төлейміз. Басқа жаңағы тағы қосымша салықтарын төлеп отырмыз ғой. Ол қанша деген мемлекеттен шыққанмен, ол біздің табыстарымыздан жиналған ақша. Мысалға енді әлеуметтік аударымдардан көпшілігі қашқалақтайды. Бізде соның бәрін салық деп айтады, әлеуметтік аударымдарда. Мысалға қазір медициналық сақтандыру жарнасы, жаңағы міндетті зейнетақы жарнасы, одан қалды жаңағы әлеуметтік аударым, осыдан қашқақтайды. Соның бәрін салық деп түсінеді, бірақ енді бір сөзбен айтқанда, бұның барлығы міндетті зейнетақы жарнасы ертең сіздің зейнетке шыққаныңызға керек болады. Ол мақұл. Медициналық сақтандыру жарнасы ол сіздің қандай да бір денсаулығыңызға бір нұқсан келген уақытта соны барып көрсеткен негізі әлеуметтік төлемдерде көптеу расында шығады. Қосылған кезде 10%-тен де көбейіп кетеді, просто сондықтан халық қашады. Соның барлығын көпшілігі ойлайды, бәрін салық ұстап жатыр. Салық. Оның бәрі қате пікір. Бізге салыққа түсетін жаңа 3% бен 1%-нікі ғой енді. Айта берсін. Жоқ, енді кәсіпкерлік айналысты дейік, бір сауда өзінің жаңағы бір затын сатты дейік, бірақ құжаттар да көп қой осы кезде. Жаңағы салығын төлейсің, анау бір қате болса, ол да дұрыс емес, кері қайтарады. Сол мияшудан қашатын сияқты көбісі де. Мияшудан қашатын болғаннан кейін жаңа мен айтып отырған есі-салық бизнес деп отырмыз ғой, мобильдік қосымша, соны пайдалану керек. Ең дұрысы кез келген кәсіпкерге қағаз да керегі жоқ. Соның ішінде тұрады сол мобильдік қосымша. Мендегі болған жағдай 7 ақпан күні мен машинаға газ орнатамын да, сол кезде 7 ақпан күні енді автосон салықты 22-нің мен февралында барып тұрмын, 7 февраль күні. Ақпан айын қоса есептетіп менен салықты алып қалып барып, маған техпаспортқа газ басып береді. Егер мен салығым төлемейтін болсам, автосон маңайына жолатпайды мені. Тек қана 4800 теңге техпаспорттың ақшасын төлетіп, мәдеп беріп берген соны жоқ ешқашан. Енді 22-нің ақпан айын қоса алып мен салығымды төлеймін да, екі көлікке ГБО бастырып алам, наурыздың 23 күні маған 8575 теңге салық келеді. Былайынша қарап тұрсаңыз, енді өткен жылдан қалып қойған машинаның салығы дейін десеңіз, ол 15 мың болып келу керек бір машинеге. Неге ол соның жартысы ғана келеді, мысалы 8 мың теңге келеді. Ал февральда ғана мен ақысын төлеп газ бастырып тұрмын, бір ай үшін неге 8,5 мың теңге келеді деген әңгіме. Енді мен сіздің дәл осы сұрағыңызды алып қарау үшін сіздің бет есебіңіз керек. Неге ондай болып тұр екен? Бірақ нәрсе бар. Мысалға спецсонға барады, көлігін шығарады. Шығарған уақытта спецсонда сіздің бұрынғы қарызыңыз көрсетіліп тұрады. Міне, кез келген жаңа салық төлеуші барады да, сол бұрынғы қарызды соны төлейді. Мысалға, енді 21-ші жыл үшін 22-ші жылдың 1 сәуірінде бет есепке отырады. Сол кезде қарыз болып көрінеді 21-ші жыл үшін. Енді сіз айтып тұрсыз ғой, менің автокөлігімнің салығы 15 мың болу керек еді, 8,5 никак болмау керек еді деп. Оны мен анықтап, неге сол сіз төлеп кеткен болсаңыз дегеннің барлығын анықтау үшін маған біздің бет есебіміз керек. Ал бірақ жалпы айтатын бұл жерде спецсонға барып, кез келген адамда қате түсінік пайда болады да, мен бардым, салығын төлеп кеттім. Мен жаңағы автокөлігімді есептен шығарып жібердім дейді да. Есептен шыққанға дейін оның тек қана бет есебінде қарыз тұрады. Қарызы болса болды, болмаса көрінбейді. Ал мысалға келесі жылға отырады. Мысалға 21-нікі 22-де отырады, 22-нікі де ертең шығуы мүмкін. Мысалға 22-ші жыл үшін 23-ші жылы отырады. Сол кезде қарыз болып көрінеді. Оған дейін қарыз болып шықпағаннан кейін спецсондағылар есептен шығара береді. Міне қарызы жоқ дейді. Алдағы болатын төлемді
олар есептемейді. Бір терезе деген бағда бұрын болатын еді ғой. Барлығын бір жерден шешу. Неге автоцонға барады, одан осы сіздердің жұмыстарыңыз бөлек. Барлығын бір жүйемен бір төлем жасай салмайды. Неге сол жерден шығара салмайды? Біздер жұмысы көп болып кетті бұнда. Біздер енді айтып отырмыз ғой. Бұның барлығы жұмысы көп болып кеткен емес бұл жерде. Біздің жаңағы көлік салығында өзі былайша жаңағы салық кодексінде қарастырылған. Әрбір салық төлеуші, көлік салығын төлеушілер, көлік салығының иесі өзі дербес есептеп салығын төлейді деген. Енді дербес есептемей өздерінше өз беттерінше төлемегеннен кейін оны жаңа 1 сәуірден кейін жаңа біздің кірістер органдары есептеп, содан кейін барып кім төлемеді, соған қарыз болып кетесем деп шығып тұрады. Енді қазір маған былай уәж айтуларыңыз мүмкін, оның барлығын білетіндей, ол кісілер жаңағы қосымшаны қолдана алмайтындар бар. Барлығы бірдей сауатты емес қой деген. Бірақ осыны үйренем десек, смартфонды пайдалануды кез келген нәрсесін, кез келген ең аяғы мына зейнеткерлікте отырған кісілерге дейін үйреніп алып отыр ғой. Өйткені біздің өзіміздің бәрімізде құн жоқ, бұрынғыдай қағаз күтіп отырамыз. Мынау келу керек, хабарлама келмеді деп. Біз сонда автосонға салық төлемей ақ қойсақ, перформанс істей беруге бола ма сонда? 1 жылдан кейін көрінеді ғой маған. Сен салық алма. Мысалға сіз қарыз болмасаңыз, автосон сізден мына салығың төленбеген екен деп сұрамайды ғой. Мен төлем жасасам, ол есептелмейді, бірақ мен одан кішкене салық ұсталынады, иә? Салық болғанда қызметі. Мен Билайнға не қылсам, төлем аударсам, мысалы кішкене өздерінің услугасы болады, банктың есеп. Ал егер маған түссе, ана кісіден салық ұсталынады да, өзінің несі, менен тағы да ұсталынады. Сонда екі жақта бола ма? Банктық қызметті салық деп түсінбеңіздер. Банктық қызмет ол банктың қызмет көрсеткіші. Айналып келген ақша ұстайды ғой. Енді банктың қызмет көрсетіп отырып, жаңа алып отырған өзінің услугасы. Ол бізге салыққа ешқандай несі жоқ, қатысы жоқ. Салық жаңағы жұмыс істедің бе, табысыңнан 3% төле, немесе 1% төле, немесе 10% төле, салық салынатын табысыңнан. Салық осы. Сол біздің банкалық қызмет, жаңағы бақылау кассалық машинасын жаңағы қолданған үшін жаңағы соған төленетін ақысы, оның бәрі салық емес. Оның барлығы қай жерге ақша төлесе, ойлайды да, салыққа төлеп жатырмыз. Салыққа төленбейді оның барлығы. Салыққа түспейді де, ол бюджетке түспейді. Бюджет қоржынына түсетіні табыстан алынған жаңағы төленіп отырған. Солға айналып келіп сіздерге қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деп сіздер салық алып жатырмыз. Кішкене услуганың өзі біз шындап келгенде, мысалға 100 000 айлық алатын болса, анаған қызметіне ақша төлейміз, мынанікіне услуга барлығына шындап келгенде ақша төлеп отырмыз. Соның барлығы салық деп есептейміз, сол қалтаға да ұратыны сол халықтың да ренжитін. Мысалға кішкентай мысалға 100 000 айлық алып отыр, оның міндетті зейнетақы жарнасын ұстап қалса да салық алып жатыр. Медициналық сақтандыру жарнасын ұстап қалса да салық алып жатыр. Жоқ, сізде мысалға қызмет жаңағы жұмыскер, оның жеке табыс салығын төлейді, соны ғана сізден ұстап қалады мысалға. Сол жеке табыс салығы қалай есептеледі? Неше пайыз? Жеке табыс салығы 10% тапқан табыстан. Олан неше, мысалға, стандарттық шегерім деген болады жеке табыс салығында. Стандарттық шегерімде, мысалға, ең төменгі жалақы дейміз ғой, сол неғылады, бірақ биылдан бастап ол жаңағы неге өзгерді. Ең төмен стандарт шегерімді есептейтін кезде айлық есептік көрсеткішке соған өзгерді. Соны алып тастайды. Сосын экологиядан ұсталынбайды жеке табыс салығы. Мысалға біздің өңірімізде экологиялық коэффициент бар ғой, сол алып тасталады. Сосын міндетті зейнетақы жарнасы ол алып тасталынады. Біз қарапайым халықтан сұрау салғанбыз, жалпы пікірлерін білгенбіз. Сол туралы кішкене сюжет көріп жіберсек. Каспий өте ыңғайлы халыққа. Жастар емес, кредит төлеуге де, зат алуға да, проездың төлеуге де. Енді қазір негізі салыққа бола халық салық төлемеу үшін қашып отқан шығар. Білмеймін, онда бір шешім табылған шығар. Бірақ енді заң бойынша үкіметтікі дұрыс. QR-кодқа келсек, негізі бүкіл маршруттарға қою керек. Негізі берді ең бірінші халыққа тиімді болу керек. Халыққа елге.
наличка төлеңдер дейді. Неге олай? Білмедім, оны неге олай деймін. Каспий көлікті 5 жыл болды дейді, уже бізге ендірмей қойды. Мен айтамын, 5 жылға бойы дейсің сен, 5 жыл бойы сендерге ендірген жоқ, сендер өзіңіз самовольно ендірдіңдер ғой, енді неге отказ беріп жатсыңдар дедім. Ол айтады, жоқ, енді қазір наличка дейміз. Кейбіреуінде каспий көліктің төлеп жатыр. Именно екіге міндім мен, екінші маршрутқа. Каспий көлік жоқ. Автобустағыларға өздері қалтасына түсірудің амалы ғой. Сол ғой, иә. Соның алды несі. С Каспий, конечно, легче и удобнее. Желательно, чтобы оставили Каспий Голд, чтобы не было никаких взиманий налогов, потому что мы люди тоже простые. Халықтың пікірін тыңдадық, өздерінің ойларын айтып жатыр. Біз енді бұл жерде бір Каспий банкты бір насихаттағанымыз емес, банктерді, басқа мынау дұрыс емес. Көбінде қазір шынын айтқанда Каспий банкты пайдаланады. Жаңа бір тұрғын айтып жатыр, соңғы 3 жылдықын тексереді екен деген соң біз қазір ақша алмаймыз дейді. Сол қаншалықты рас, содан да қорқып тұр халық. Жарайды, қазір айтып алады да, билік барады да, заңын өзгерте салу мүмкін деген кез келген адам ойы болады ғой. Ондай бізде енді барлығын біз қазір түсіндірмеде де айтып жатырмыз. Бағана сөзім басында да айтып кеттім ғой. Ол 4 кезеңге бөлінеді деп ше. 4-ші кезең 2025 жылдан бастап халық барлық санаты деп отырмыз ғой. Ол оған дейінгі мысалға арман қарайға арық периодтарын бізге банктық құпия деген бар. Банкте сұрағанмен бермейді ғой. Оны бізде біз кері айналып ананы бер деп біз айта алмаймыз. Жаңағы салық органдары, жаңа қазір енді мемлекеттік істер органдары бір карательный орган сияқты. Жоқ, біздер барлығында қазір түсіндіріп те жатырмыз, айтып те жатырмыз. Сонан соң барып беріледі жаңағы хабарлама. Хабарлама берген уақытта ол барлығын дәлелдеп тұрса, құжаттарын әкеліп тұрса, неге біз әрмен қарай оны тексеріп, мына салығын төлесең де төле, төлемесең де төле деп айтуымыз керек. Ол болмайды, ол біз барлығы салық кодексінде қаралған. Неге біз естіп аламыз бір нәрсені, кішкентай нәрсені естіп аламыз, айтамыз. Мысалға болуы мүмкін, бір адам шамалы сауаты бар да, салықтан кішкентай сауаты бар. Сосын ойбай, сондай болайын деп жатыр екен. Міне осындай болады, мынандай болады, айтады. Ол келесі адамға айтады, вот барлығы шығады да, соныменен ешкім сенбейді. Сосын қосып айтады оған. Иә, қосылады, айтады. Сондықтан енді түсіністікпен қарау керек. Сосын біздің әлеуметтік желіні көп қараса, біз көп ақпаратты өз тілімізбен беруге қазір дағдыландық, бұрынғыдай ресми тілде емес ше. Сондықтан көп нәрсені түсінер дейміз. Ресми әлеуметтік желіменен ол өз атынан бергеннің екеуі айырмасы екі түрлі әсер етеді. Оның өзінің оқырманы болады, мысалы туған туысы да, жаңағы. Ал ресми ақпаратта бізде барлық кәсіпкерлер, барлығын тартуға тырысамыз ғой. Олар ресми ақпаратқа көбірек сенсе екен дейміз. Қайсы күні Мақсат Толықбайдың бір видеосы бәрін тиіп тастады ше. 25-ке дейін уайымдамаңдар, 3 таксиге міндім деген бір видео шер ғой. Сол жеткілікті бір өзі бір департаменттің беретін ақпаратын беріп тастады да, оған өзінің айналасындағылар ғана көріп сенген деген нәрсе қажет жоқ, өйткені оны түрі танымал. Біз осы мәселеге де біз қазір жаңағы медиалық жаңағы белгілі өкілдер бар ғой, танымал адамдар, қоғам қайраткерлері, біз барлығын тартып, олармен де түсіріп жатырмыз. Енді ол көпшілігі енді түсінбей ма, білмеймін, енді ол халыққа жету керек нәрсе екенін түсінбей ма, ондайдан бастарын алып қашады. Мен қуана көмектесер едім. Мен мысалы Facebook жақсы пайдаланамын. Пост саламын да, жалғыз өзімнің постым емес. Ақы сұрамайсың ба? Жоқ, мен именно осы нәрсеге сұрамай қойды, мемлекет салықтың арқасында аяқта тұрады. Ол сол қайтадан қайтарымсыз саласы көп мемлекеттің. Мұғалім қайтпайды, қорғаныс қайтпайды, полиция қайтпайды. Ол жаңағы қайтарымсыз сала жылда жаңағы құмға құйған су сияқты кетеді де тұратын нәрсе да. Осы халықтың арқасында өзіміздің шекарамыз, сол өз мемлекеттігімізді сақтау үшін ол керек. Салықтан қашпау керек. Ол жаңағы салық төлеу мәдениеті дегеніңіз өте керемет нәрсе. Мен сол осы гүліне жақсы бір адам оқыса да, мен пайдасы тиетін болса, мен істеп берейін. Мен мысалы бір постымды салам. Сосын ана біреулер бүйтіп 20 адам, 40 адамды белгілеп, олар қайттан парақшаңды атмена жасап тастап сөйтіп батады ғой. Мен одан гөрі ешкім белгілемей көп жағдайда өзім саламын да, сосын группаларға салып жіберемін. Группаларда бөлістесем. Өте жақсы, біз сізбен тығыз қарым-қатынаста боламыз. Ол көп эффективно ол. Қаншама Facebook'та группа көп.
сізді тани ма танымай ма ашық группа көп, соларға салып берсеңіз астында қырылып тұрып жазады, қырылатын нәрсе салсаңыз білуі керек бір нәрсе болса онда салып жіберуге болады, онда көреді. Бір 30 секунд 1 минуттық видеоролик болатын болса, текст пен видео, дайын материал болатын болса, мен тарап беруге дайынмын. Менің ойымша, мен өзім пікірім, өткенде сіздермен рейдке шықтық қой, сол кезде көргенде енді халыққа бетпе-бет кездесу керек сияқты. Бетпе-бет енді көбісі сауды жоқ, өйткені көпшілік орындар жиналатын. Егер мүмкіндік болыватса, мысалға ресми қонақтар шақырды, мейрамханаларға, ояққа да барса, 5-10 минут уақыт онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Халық, мен көргенмен мысалға, өзге ұлт өкілдері де сізден келіп сұрап жатыр, подробно сұрап жатыр, өзінің қажеттісін білгісі келіп тұр. Ол әлеуметтік желіде ешкім жазып отырмайды. Кейде өзі ұялады, жаңа қате жазамын қоям ба деп. Сондай сияқтыларына ыңғайсызданады да, сосын әркімнің пікірін, комментарийін оқиды да, соны барады да өзіне қорытып жібереді, өзінің пікірін айта алмай қалады. Осыған ұқсас нәрсені көрдім мен. Ескі базарда бір былтырлары ма, бір полицияны жаңа жылжымалы несі халыққа түсіндірмей тұрды. Енді бұл жерде айтып кетейін, бетпе-бет дейміз ғой. Біз мысалға қазір енді байқайтын шығарсыздар, біздің арнайы жабдықталған автомашинамыз, автокөлігіміз бар. Сонда да жаңағы барлығын сол машинада жүріп, көшені кезіп жүріп, хабарлама айтамыз. Бірақ менің көп неғылған әлеуметтік желіде пікір таласта болады. Мысалға, біз әлеуметтік желіні пайдаланғаннан кейін, мысалға көпшілігі мен осындай түсінбей жүрген сұрақтарын да жазады. Ол бізге келмей-ақ, қазір уақыт деген адамға өте қымбат нәрсе ғой. Сол жерде отырып, өзінің жауабын алып, сондай да болады. Жаңа сіздің айтып отырғаныңызға өте қуаныштымын. Шынымен енді көпшілігіне бірінші біз халық ұғынса деймін да, мысалға. Салықты төлеп жатырмыз, белгілі бір адамдарды байытып жатырмыз. Мен соңғы кезде осы сөздерді естимін. Жоқ, енді бұл болғанда шығар. Бірақ енді қараңыздар, қанша 30 жылдың ішінде қанша жол салынды. Бір былтыр 60 көше ма? Барберленд мысалы, адам жүретін жол. Қанша жол салынды, қанша аурухана салынды, қанша мектеп салынды. Ол не, осы халықтан жиналған бюджетке түскен қаражат қой. Мысалға біз ойлағанбыз, мынау мораторий жариялап тастады, ешқандай тексеру жоқ, не жоқ деп, бүкіл кәсіпкерлер табыстарын көрсетпей қоятын шығар да, деп енді көпшілігі солай еді. Бірақ қарасаңыз қазір кәсіпкерлер салықтан босатылып отырғанын біліп отыр, табыстарын көрсетіп жатыр. Бұрынғы қарағанда табыстары әлдеқайда көбейген көрсетеді. Керемет. Енді бір өзім көргенімді айтайын. Осы жақында ғана Каспий бір сауда орнына барған кезінде Каспий банк арқылы емес, Халық банктың жаңа картасымен төлем жасаңыз деді. Сонда деймін да, осы пендеміз ғой, ойладық, саясат па дедік. Халықтың арасында да сонда айтылды ғой, саясат па деп. Жасырын емес, бұған дейін де осы әңгіме болды. Қаңтар оқиғасына дейін де болды, кейін де болды. Сосын мен жаңа бір әлеуметтік желіде қаржы министрлігінің баспасөз хатшысының несі бар. Мына жерде қазір сет жоқ екен. Сонда да ол 23 ақпан 2021 жылы жазыпты. Жеке тұлғалар бір-біріне аударып жіберетін ақшаға салық салынбайды. Желіде таралған ақпаратқа емес ресми дерек көздерге сеніңіздер дейді. 24 февральда да жазыпты. Жеке тұлғалар бір-біріне аударып жіберетін ақшаға салық салынбайды. Сонда мәселе бұдан 1 жыл бұрын шығып тұр бұл әңгіме. Сонда деймін да неге? Жоқ, ондай емес. Мысалға бұл жерде қалай болғанда да қате пікір ғой. Каспий банк басқа деп бөлінбейді. Екінші деңгейлі банктер. Салық үшін бәрі. Қай банк болады? Екінші деңгейлі банктер. Мысалға халық неге Каспийді айта береді? Каспий оларға ең оңтайлысы болып қалды да. Мысалға халық банкі бола ма? Мысалға мен өзім халық банкіні көп қолданамын. Менде Каспий жоқ, Каспий банк деген. Халық банкіні қолданамын. Ол адам өзіне ыңғайлысын таңдайды ғой. Мысалға 90 адам тұрса, 100 адам тұрса, соны 90 Каспийді пайдаланады. Сондықтан Каспий бір Каспий банкқа тиісіп жатқан сияқты көрінеді. Жоқ, екінші деңгейлі банктер. Халық үшін, кірістер басқармасы үшін бәрі кім білсе. Біз біреудікін жарнамалап, біреу үшін былай кедергі келтіру жұмыстарын ондай жұмыс жасап жатқан жоқпыз ғой. Екінші деңгейлі банктер.
Тағы да әлеуметтік желіде бір Дюша деген бір желі белсендісі бар екен. Жүргізуші мен кассирде нелерің бар дейді. Үкіметке айтыңдар, өкпені халықтың қалтасын аңдағанша банк пен шетелге кеткен переводтардан дейді. Енді қаттырақ дұрыс кетіп жатыр. Жалпы шетелдік аударымдарды сіздер тексересіздер ме? Шетелдік аударымдарды тексеріледі, иә. Шетелдік қазір бізде қазір Google салығы деген 2000 жылдан бастап кодекске енгізілді. Бұл жерде Google салығы деген бізде мысалға шетелдік бізге интернет арқылы саудалаңдарында көп қой. Жаңа келіп жатқан заттар, сол арқылы олар пайда тауып жатыр. Онан бұрын көп салық алынбайтын. Қазір сол Google салығына байланысты олар бізге салық төлейді. Кез келген бізге товар жеткізушілер. Сатып алушы. Сатып алушы, естественно, өзінің табысынан, жаңа тапқан табысынан төлейді. Ол сатып алып та товарды сатуға алып отыр ғой. Ол мысалға 10 теңгеден алды, 20 теңгені сатты, 20 теңгеден сатқаннан кейін табыс тауып отыр ғой. Табыс тапқан кез келген жаңағы объект. Салық төлеуші өзі төлеу керек. Қарлығаш Жолдасбек төлеген ақшаның чегін бермегендерді видеоға түсіріп, iPhone ба, Випонға жіберсе, тіпті арнайы салық жүлдесін аласын. Сондықтан еш нәрсені ушықтырмай, өзіне зиян тигізбей тыныш жүргендер өздеріне жақсы дейді. Випон деген ол қандай қосымша? Бізде қазір акция осы жүріп жатыр. Ол акция өткен жылда жүрген, оның алдыңғы жылда жүрген акция. Азаматтық бақылау чекті талап ет деген, түбір чекті талап ет. Бұл азаматтық бақылау, кез келген тұтынушыға біз өздеріне салып жатырмыз. Мысалға сіз қандай да бір тауарды барып сатып алдыңыз, ол сапасыз болып шықты. Сіз немен дәлелдейсіз? Чекпен. Чекпен. Чексіз сұрамайсыз, көп жағдайда сұрамайсыз. Или сұраған жағдайда мен чекті сұраған жағдайда чек бермейді. Жоқ, менде бақылауға асылық машинам жоқ, осылай да. Сондықтан сіз талап етуіңіз керек. Тұтынушы өзі маған чек бер деп. Ал сізге чек берілмеген жағдайда осы iPhone қосымшасы бар. Соған жаңағы кәсіпкердің мекен жайын бәрін көрсете отырып, соған жіберсеңіз, сізге 30 болғанда, мысалға сіздің байланыс телефоныңызға өзі қаражат түседі. Сауда орталықтарында, сауда орындары дейміз, мысалға саудамен айналысатын сауда. Осылардың барлығында мысалға QR код тұру керек. Бақылау кассалық аппаратымыз, соның қасында QR код болу керек. Ол QR коды тұру керек. QR кодта не көрсетіледі? Оның тіркелген, тіркелмегені, кім екені, кәсіпкердің аты-жөні. Одан кейін, мысалға алкоголь өнімдерін сататын болса, соған алған лицензиясы бар жоғы, барлығы бақылау кассалық машинасы бар ма жоқ па, сол QR кодтың ішінде бар мәліметі тұрады. Бұл салық төлеушінің төлқұжаты деп, ол да биылдан бастап салық кодексіне енгізілді. Енді есеп шоттағы қаржы айналымының құпиялығы қаншалықты сақталады? Сіз айта аласыз ба ол үшін? Енді мен банкілік құпиялықты айта алмаймын. Банкінің өзінің құпиясы бар. Олар бізге кез келген нәрсені осы мемлекеттік кірістер органдары сұрайды екен деп бере салмайды. Салықтық құпия дегеніміз бар. Салықтық құпия біз кез келген мәліметті құпияда ұстаймыз. Мынандай бар да енді мемлекеттік қызметшілер, антикорлар айтады бізде, егер сіздердің жаңа карталарыңызға бөтен біреуден бір көлемде ақша түссе, ол сыбайлас жемқорлық болып есептелуі мүмкін дейді. Сонда ойлаймыз ғой, енді сонда біздің картамыздағы ақшада бұл жерде құпиялық сақталып тұрған жоқ. Ол құпиялық сақталып. Енді қарапайым халықта сондай сұрақтар болады ғой. Сонда біздің картамыздағы ақшаның барлығын мемлекеттік кез келген адам алады-ау деген ой қалыптасты. Кез келген нәрсені менің ойымша, енді мен ол органның жұмыс бабын, жұмыс тәсілін мен білмеймін. Мен өзімнің органым туралы айтып отырмын. Бізде салықтық құпия, салықтық. Соны сіздер мысалы запрос арқылы аласыздар, иә? Запрос арқылы біз арнайы солай бар аламыз. Онда да салық кодексінде қаралған тәртіппенен, сол тәртіп бойынша ғана беріледі. Артық нәрсені бізге банктер бермейді еш уақытта. Өздерінің мәліметтер, оларда да банкілік құпия деген бар.
Енді жаңа айтып жатсыз ғой, 3 айдың ішінде 80-100 аударым болып жатырса, төлем жасалып жатса, одан салық салынады. Қанша пайыз, қалай оны Салық салынады емес, бірінші ол талданады. Талданады. Қандай ол кәсіпкерлік бағытталып отыр. Иә, Не туралы, Ал не егер қайдан түсіп тұр. расталса? Иә. Егер расталып жатқан жағдайда ол кәсіпкер болып тіркелуге тиіс, әрмен қарай өзінің тиісті салығын төлеу керек. айыппұл салынбайды. Айыппұл, бірден айыппұл ол жерде салынбайды. Неге салыну керек айыппұл? Тіркелу керек ол. Біз көлеңкеден шығаруымыз керек оны. Тіркелген жағдайда да жаңағыдай төлейтін нәрселер қиын емес деп отырсыз. Енді айналып келіп, былай дүрбелең болып жатқанда, мысалға голдты қабылдамай, аударымдар жасамай жатқанда, бұл салықтан жалтарғандардың әлегі деп. Әрекет қой, барлығы әрекет. Салықтан Айналып келіп, жалтару. қарапайым халыққа зиян тигізіп отыр, иә? Бұл салықтан жалтарудың енді көпшілігі мысалға чек бермеудің өзі салықтан жалтару ғой. Біраз мәселенің басын шалдық, біраз мәселенің нүктесін қойдық деп ойлаймыз. Ең бастысы мобильді аударымға байланысты халыққа жеткізе алдық деп ойлаймыз. Ақпаратты бере алдық деп ойлаймыз. Мен соңғы ақпараттар бойынша айтып жіберейін. Соңғы ақпараттар бойынша қазір кезілген жаңа маршруттарда болсын, басқа да болсын, қабылдап жатыр дейді. Оның барлығы осы нәтижелі жұмыстың арқасында шығар. Енді Мұхтардан біз әлеуметтік желі белсендісі ретінде осы белсендімін енді өз пікірімді ашық жазамын, айтамын. Ол да жақсы. Жерде айтылған нәрсені халыққа түсіндіруге бір көмегіңді тигізесің деп ойлаймын. Жарайды. Өйткені сіз халықтың атынан сөйлеп, халықтың жаңағы көкейіндегі сұрақтарды қойдым деп ойлаймыз. Сондықтан да бірігіп жұмыс істеуге әзір. Әрине. Жалпы нүктесін қойдық па? Хабардың. Түсінік жақсы түсіндіре алдық па мобильді аударымдарға байланысты, төлемдерге байланысты. Халықта түсінді деп ойлаймыз. Жекпе-жегі қашаннан басталады, кімдерге қатысы бар, бәрі айтылды. Қанша салық төленетініне дейін біліп алдық. Кім қалай төлейді, ешкім барып жағасынан алмайды, өзі келіп төлейді деген нәрсе қаншама жақсы нәрселер айтылып жатыр. Ең бастысы көлеңкелі бизнестен шығуды халықта түсіндіре білуіміз керек. Бұдан да әрде бұнымен де шектелмейміз, әлде де жұмыстар атқарылады деген сенімдеміз. Гүлжамал ханым, рахмет сізге көптен көп халықтың көкейіндегі сұрақтарға жауап бердіңіз. Мұхтар, өзіңе де сәттілік тілеймін. Бірігіп жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Осы тақырыптың нүктесін осымен тамам, нүктесін қоямыз. Құрметті көрермендер, жақсы мәліметтер айтылды деп ойлаймыз. Сіздерді керектеріңізді аларсыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.